8 қазан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Парасат орденінің иегері, Көкшетау қаласының құрметті азаматы Жібек Бағысованың туған күні. Саналы ғұмырының жартысынан көбін театр өнеріне арнаған сахна саңлағы 85 жасқа толып отыр. Жібек апамыздың ұлағатты да тәлімді ғұмыры жылы сахна төрінде өнермен өрнектеліп келеді. Қазақ драматургиясындағы айтулы шығармалармен қатар, шетел қаламгерлерінің де озық пьесаларында бір-біріне мүлде ұқсамайтын қыздар тағдырын, әйелдер образын, аналар бейнесін жан-жақты етіп жарқыратып көрсететін шығармашылық қарымы мол актриса, көкше елінің мақтанышы. Жібек Есекеқызының еңбегі әрдайым лайықты бағасын алып, сонау 1967 жылы Қазақ СССР еңбек сіңірген әртісі атанып, 1980 жылы Қазақ СССР халық әртісі құрметті атағына ие болды. Шығармашылық мүмкіндіктері толық айқындалып, толайым табысқа жетіп, толысқан шағында туған өлкеге, тұғырлы мекенге біржола оралуы өнер майталманының жаңа бір тынысын ашқандай болды. Сахна сырын меңгере жүріп атқарған қыруар еңбегі мен тірнектеп жинаған абыройы халықтың таңдаулы актрисасын 2011 жылы Парасат орденінің иегері етті. Ұлттық өнердің ошағы Шахмет Құсайынов атындағы Қазақ музыкалық драма театрының ақ жаулықты анасы, сахна саңлағы, тәжірибелі тәлімгер Жібек Есекеқызы Бағысоваға 2010 жылы берілген Көкшетау қаласының құрметті азаматы атты мәртебесі ел жұртының өнер иесіне деген зор құрметінің белгісі. Өмірлік өнер мектебім кітабына Жібек Бағысованың әсерлі, тағылымы мол естелік әңгімесімен бірге көкшелік өнер, мәдениет қайраткерлерінің, ақын жазушылардың, журналистердің өнер тұлғасына деген жүрек жарты пікірлері, толғаныстары, тебіреністі жыр өлеңдері енгізілген. Әсіресе Тарлан ақын, жазушы, журналистер Төлеген Қажыбай, Баянғали Әлімжанов, Өмірзақ Мұқай, Иран Ғайып, Серік Жетпісқалиев, Ерболат Баятұлы, Байқал Баяділдің, Бақберген Амалбектің, ел азаматтары Иран Тасқара мен Мұрат Ыдырысовтардың пікірлері, толғаныстары, жыр жолдары енгізілген.